ауылдың Чапай деген ауылына келіп тұрдық. Машинаны істетіп алам дейді. Өткенде біз осы ауылға келіп кеткенбіз. Ең бірінші күні Чапай келгенбіз. Қайтадан өшірелім. Осыдан бір жарым сағат жерге жүреміз қазір. Бұл гастроль деген жол алыс, шаршайсың. Бірақ қызықтар да болады. Енді оның бәріміз тәжірибе алу үшін үйде жата бермей осындай бір әрекеттер істейік, осындай бір жұмыс істейік деп шыққан бетіміз тек қана клубта, ресторанда, тойда ғана жүрмей, концертті де көрейік. Бірінші рет осылай шығып тұрмыз. Тәжірибе алмасу мақсатында әйтпесе табыс табу мақсатында емес. Табыс табу болса сол ресторан, клубтарда жүру берер еді арғын. Мына жақтарды енді өздеріңіз білесіздер ғой, ауылда енді. Ауылда қырғын билет өтіп, қымбат билет өтіп, сондай бір табыс табатын жер емес, бірақ халықтың ризашылығын алып жатырмыз. Ең бастысы сол халықтың ризашылығын алып, 10 кісі келсе де, 20 кісі келсе де концертімізді беріп жатырмыз. Арғындар танып жатыр, білетіндер бар. Кешегі концертте 80 адам бар, 90 адамдай болды. Кешегі районный центрда. Ал енді одан ауылдарда аз болды. Бірақ соған қарамадық, беріп жатырмыз. 5 адам келсе де береміз, өйткені алған билет алған адамның кінәсі жоқ қой. Енді ауылға келіп көрді, арғын өзінің бағытының қандай екенін, арғынның форматы бұл емес, оған мүлде оның форматы басқа ғой. Енді қазір өзіне бір мотивация болды. Жоқ, енді мен ән жазуым керек, көптен бері ән жазбай қойыппын. Осы ауылдың адамдары бір сусындар қанып тыңдайтындай бір әндер жазуым керек деп өзіне сондай мақсат қойып отыр. Ол мені қуантады. Ауылдың тіршілігінде көрді біраз, жолының қандай екенін, ол жерде қандай мәшінемен бардық, лайларды өттік, саз балшықтардан өттік. Соның бәрін көріп, кішкене арғын өзіне бір мақсат қойды, өзіне бір ой түйін жасады. Оның қасында мен жүріп, соны өзім бір риза болып жатырмын. Жағынан көргенімізге жақсы болды. Ауыл адамдарының барлығы қарапайым, ой алай, жүректері ақ, шын көңілмен қарсы алады ғой, соған мәз болдық. Барған жерімізге дастархан жайып, көзің бүйтіп қарап қалсаң, не керек деп тұрады. Сондай таза, кең пейілді, мейірімді, айналайын ауылдың адамдары болсын, балалары болсын, кім болсын, ауыл деген керемет жақсы ғой, ауылдың адамдары. Аман болыңыздар. Арғын не? Ана ән жазып көтерілгеннен бері ылғи ресторан, пятизвездочный отель, люкс номерде жүрген бала ғой. Сөйтіп не қазір ауылды көріп жатыр. Ауылдың дәретханасы, ауылдың өмірі қандай екенін көріп жатыр. Бірақ енді бұл да ауылдан шыққан баламыз ғой бәріміз. Оны ұмытпайды, бір мезгіл бірақ адам жақсыға тез үйренеді деген бар ғой. Жақсыға тез үйренеді деген бар. Сондықтан хорошему быстро привыкает дейді. Сондықтан міне ана жердегі туалетке барып келді. Міне ауылды қарап тұр. Айтады, кішкене тәубеме түсіп жатырмын дейді өзі. Ауылда мынандай машина тұр екен. Мынандай. Арғын, помнишь, папада болды ғой мынандай машина? Кімде? Жоқ, цвет осындай машина болған бізде бір, помнишь? Тура цвет осындай. Ака? Бізде девятка марғын болған? А бізде болған қандай еді? Алтысын машинасы. Көктерек ауылына келдік. Бізде басқа машина келді. Арғындар кетті. Мына жақтың бәрі су. Жолды басып кетіпті. Бізге басқа машина, екі машинамен біздің жолдың терезін қарсы отырса жатсында. Міне мына жерден бізді басқа машинаға отырғызды. Не көріп тұрсыздар ма? Су басып жатыр жолдың бәрі. Су. Арғындар басқа машинамен келді. Біз басқа машинаға отырдық. Мына жерде міне жолдың бәрі су. Ауылдың бәрі су.
жетекшісі қалай? Аты жетекшісін қарадым. Қара ол былай қарай оң қарай аласың уже.